Бельгияда жеңістің 80 жылдығына орай екінші дүниежүзілік соғыс кезінде корольдік аумағында қаза тапқан қазақстандық жауынгерлер еске алынды. Ген қаласында өткен іс-шараға Қазақстанның дипломатиялық өкілдерінің қызметкерлері, еліміздің қорғаныс министрлігі мен бұқаралық ақпарат өкілдері қатысып, кеңестік сарбаздардың зиратына гүл қойды. Ол жерде қазақстандық қос жауынгер Нұрадин Бисенов пен Тоғайбай Уәлиев жерленген. Олар 1944 жылы көктемде Бельгияда қаза тапты. Бельгияда сол қан майданда қаза тапқан 10 қазақстандық сарбаз жерленген. Біз олардың есімдерін, туған туыстарын анықтау жұмыстарын жалғастыра береміз. Бұл тарих алдындағы, болашақ алдындағы үлкен жауапкершілік. Әлемде соғыс қайталанбасын деп тілейміз. Біз әскери дипломаттар ретінде осындай қайғылы оқиғаларға жол бермеу үшін бар күш-жігерімізді салып, бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтау жолында аянбай қызмет етудеміз. Бұл біздің басты міндетіміз әрі қасиетті борышымыз деп санаймыз. Айта кетейік, Қазақстаннан екінші дүниежүзілік соғысқа 1 миллионнан астам адам қатысып, олардың көпшілігі Майдан даласында ерлікпен қаза тапқан болатын. Қазіргі таңда Еуропа елдеріндегі зираттарда бауырластардың жүздеген есімдері сақтаулы. Кеңес әскері қатарында шайқасқан қазақстандықтар түрлі майдандарда ерліктерімен көзге түсіп, бүгінде олардың есімі ел есінде сақталып, ескерткіштер мен мемориалдар орнатылуда. Ақбота Нұрсейітқызы, Нұрбол Қыстаубек, 24 Ньюс.